Бұл бейнебаянда мен фотосинтез тақырыбын қайтадан талқылағым келіп отыр. Және бұл жолы біз фотосинтез процесін екі үлкен кезеңге бөлеміз. Мүмкін сіздер білетін шығарсыздар, фотосинтез сөзі екі бөліктен тұрады: фото және синтез. Фото сөзі бұл процесс қалайда бір жарықпен байланысты дегенді білдіреді. Бірақ жарық энергиясы не үшін қажет? Жаңа молекулалардың синтезіне керек. Дәлірек айтсақ, қант молекулаларының синтезіне керек. Осылайша фотосинтез процесінде жарық энергиясы қант синтезі үшін қолданылады. Бұл әлбетте фотосинтездің тым қарапайым және жалпыланған түсініктемесі. Атап айтқанда, процесті іске қосу үшін жарықпен қоса судың қатысы қажет. Келесі бейнебаяндарымызда судың не үшін қажет екенін түсіндіреміз. Ол бірінші кезекте электрон көзі ретінде керек. Себебі біз жарықтың энергиясын қолдана алуымыз қажет. Онымен қоса бізге көміртегі көзі ретінде көмір қышқыл газы қажет. Себебі қанттың молекуласының синтезіне көп көміртек керек. Өсімдіктер көміртекті көмір қышқыл газдан алып, органикалық молекулаларға жасауға қосады. Олар өздігінен соңында қантқа айналады. Бірақ қант бұл реакцияның жалғыз түпкі өнімі емес. Тағы бір жанама өнім бар. Ол молекулалық оттегі О2. Егерде судың молекулаларынан электрондарын алып қойсақ, онымен қоса сутек иондары да алынып қалады. Сонда бізде екі оттек атомдары қалады. Олар өздігінен оттек молекуласына бірігеді. Бұл жанама өнім жер бетіндегі барлық тірі жанға өте маңызды. Атап кететін болсақ, бізбен сіздерге фотосинтез процесінің бұл жанама өнімінсіз біздің дем алуымыз мүмкін емес. Ендігі кезекте мен бұл процесті екі кезеңге бөлемін. Біріншісі жарыққа тәуелді саты деп аталады. Екінші кезең Кальвин циклі деп аталады. Атының мағынасынан түсінгеніңіздей, жарыққа тәуелді саты жарыққа тәуелді. Бұл сатының барысында жарықтың энергиясы судың қатысуымен тірі ағзалардың энергия қорлары АДФ молекуласына аударады. Және де НАДФ плюс НАДФ H қалпына тотықсызданады. Бұл молекуланың энергиясы мықты тотықтандыратын агент ретінде қолданылады. Осындай реакциялар жарықтың қатысуымен өрбиді. Ал Кальвин циклінде жарыққа тәуелді реакциялардың өнімдерінің энергиясы АТФ және НАДФ көмір қышқыл газының молекулаларынан қант молекулаларын жасауға қолданылады. Менімше, мен барлығын жазған сияқтымын. Әлбетте жоқ. Мен жарыққа тәуелді сатыдағы жанама өнімді белгілеуді ұмытып кетпін. Оттегі молекулаларын ұмытыппын. Бұның барлығы фотосинтез процесінде өрбиді. Алайда біз оны екі кезеңге бөліп тастай аламыз. Жарыққа тәуелді реакция АТФ және НАДФ энергия молекулаларын жасау үшін фотондардың энергиясын, яғни жарықты онымен қоса судың электрондарын қолданады. Ал бұл реакцияның жанама өнімі ретінде оттегі молекуласы пайда болады. Әр оттегі молекуласына екі сутегі молекуласы келеді. Одан әрі Кальвин циклінде АТФ және НАДФ молекулаларының энергиясы көмір қышқыл газының молекулаларынан қант молекулаларын жасауға қолданылады. Ал қант өздігінен тірі ағзалардың энергия көзі. Келесі бейнебаяндарда біз жарыққа тәуелді сатыда және Кальвин циклінде не болатыны жайлы толықтай талқылаймыз.